Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді бүгінгі ойынның қонақтары. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aman etsin, жарақатсыз өткізуге нәсіп етсін. Ең мықтысы чемпион болсын бүгін. Аллаху акбар. Төрешінің ысқырығы берілді. Ойын жалғасын табады. Мінекей амандасу сәтін баршамыз тамашалап отырмыз. Дәукөй көкпар клубынан ойыншыларымыз 1-ші нөмірлі Құлықтанов Жанболат, 2-ші нөмірлі Сәриев Дәулет, 3-ші нөмірлі Сайлау Бегасыл, 4-ші нөмірлі Баймағамбетов Диас атты азаматтар. Ойыншыларымыз, палуандарымыз бәсеңдей ме, әлде жандана түсе ме, қазір алдағы уақытта көретін боламыз. Бегасылдың асықпай келіп, ақырын ыңғайлап барып тақынға басқанын көріп тұрмыз ағайын. Енді Бегасыл өзінің ісін аяқтай алар ма екен, қалай болар екен? Мінекей, Майлыкент көкпар командасы қорғанысқа көшті, дегенмен Бегасыл оңтайлап, асықпай келіп өзінің ісін аяқтай білді. Дәукөй көкпар клубының қоржынында 1 ұпай, есеп 1-0. Ал бәрекелді, төрешінің ысқырығы басталды, ойын. Мінекей, Баймағамбетов Диастың ілу сәтін баршамыз көзіміз көрді. Мінекей, тақымға да басып үлгерді. Дегенмен, қарсыластың қорғанысын оңтайлы айналып өтіп, салымын аяқтай білді. Қошеметтеріңіз болсын. Ойынға енді қызу кірісіп жатқан сияқты 1-ші нөмірлі Тоғай Нұрлыханның еңкейіп білген сәтін көрдік. Дегенмен Баймағамбетов Диас Дәукөй көкпар клубынан, Майлыкент көкпар клубынан жекпе-жекке шыққан палуанымыз 7-ші нөмірлі Кемпірбай Бақдәулет. Дегенмен Диас өзінің шеберлігін тағы да танытты. Қазандыққа жақын келді, дегенмен қорғаныс оны өткізер емес. Диас өзінің серкесін командаласа Сайлау Бегасылдың тақымына салып берді. Енді Бегасыл істі ойында әрі қарай қалай өрбітер екен? Көбісінің көкейіндегі сұрақ осы. Бүгінгі күні Дәукөй көкпар клубының жекпе-жегінің жұлдызы атанған Баймағамбетов Диас. Ай, бәрекелді. Мінекей паста Сайлау Бегасылға берді. Енді Бегасыл өзінің шеберлігін танытып, ойынды салыммен аяқтай алды.
Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді, төрешінің ысқырығы ойынар қарай жалғасты. Мінекей бірінші нөмірлі Майлыкент Көкпар командасының ойыншысы Тоғай Нұрлыханның шауып келіп білгенін көрдік. Енді әрі қарай әрекетін салыммен аяқтайды деп сенеміз. Мінекей қарсыластың қазандығына ұмтылып келе жатқанын көрдік. Бәрекелді. Мінекей жеке дара. Енді командаласымен жабыла. Бәрекелді. Шығып келе жатқан сияқты. Төрешінің ысқырығы берілді. Ойын жалғасын табады. Диастың ілудегі әрекеті дұрыс. Сәтті аяқталмады. Дегенмен бәрекелді. Серке Сайлау Бекасылдың тақымында көппен таласа жүріп, қарсыластың тақымындағы Серкені жұлып алып өзінің тақымына басып үлгерген сәтін бәріміз көрдік. Ойын әрі қарай жалғасады. Қазанға салымды Серкені бағыттаған сәттен қарсылас команданың ойыншылары қағып қалды. Ситуацияны уақытында бағып қалды. Салымды толық аяқтауға мүмкіндік бермеді. Дегенмен қазір нағыз талас тартысы бәріміз көрдік. Баймағамбетов Диас астындағы Байшұбармен жекпе-жекке Майлыкент Көкпар командасының ойыншысы 7-ші нөмірлі Кемпірбай Бағдаулетпен түскен болатын. Талас әлі де жалғасуда. Дегенмен екі ойыншының емес, бүкіл команданың арасында. Ойында ондай боп тұрады. Өз командаласыңды кейде танымай қаласың. Бастысы атын аудармасаң болғаны. Мінекей Дәулет Сариев Бекасыл Сайлауға пас беріп үлгерді. Енді Бекасыл асықпай икемдеп, ыңғайлап қазандықтың қасына келді. Енді Бекасыл бәрекелді. Міне ашық келді деген осы. Бәрекелді міне. Тұлпарларын тулатып жеткен палуандардың арасынан Баймағамбетов Диас шауып келіп, Серкені ілген сәтін, оның тақымға басқан сәтін көрдік. Тізгінді жіберіп атты, қазандыққа бағыттады. Шауып келіп, салымын аяқтап үлгерді. Қошеметтеріңіз болсын. Есеп 5-1. Бірінші таймның аяқталуына 5 минут 20 секунд уақыт қалды. Бәрекелді. Тағы да Баймағамбетов Диастың ілген сәтін көрдік. Астындағы Байшұбары қазандыққа ыңғайлап келіп тұрғанын көріңіздер ағайын. Бәрекелді. Нағыз тартысты қараңыздар шағайын. Міне, өліспей беріспей деген осы шығар ағайын. Екінші нөмірлі Тәукей Көкпар клубының ойыншысы Сариев Дәулеттің қорғанысын көрдіңіздер ағайын. Жартылай қарсыластың атына мініп ап тұрып қорғанды. Міне Бекасыл Сайлау жеке дара қазандыққа қарай шауып барып елді дүр сілкіндіріп, алаңдатып, елеңдетіп, енді мінекей салымға қарай аттанатын сияқты ағайын. Мінекей Бекасылдың тақымына жармасып тұрған 5-ші нөмірлі Майлыкент Көкпар клубының ойыншысы Зиябек Әділхан
Керемет қорғаныстың иесі дегенмен Бекасыл. Мінекей Серке орнына қойылса, ойын әрі қарай жалғасын табады. Қадірлі көрермен, қадірлі жанкүйерлер, ойыншыларға қошемет білдіріп отырайық. Бәрекелді. Баймағамбетов Диастың бүгін айы оңынан, жұлдызы солынан туып тұрған азамат екені әмбеге аян боп тұр ағайын. Бәрекелді, 4-ші нөмірлі Баймағамбетов Диас кезекті салымын сәтті аяқтады. Есеп 7-1. Түркістан облысының ойыншыларына құлақтарына алтын сырға. Бәрекелді. Мінекей Майлыкент Көкпар командасының 1-ші нөмірлі ойыншысы Тоғай Нұрлыханның ілген сәтін көрдік, дегенмен қорғаныс. Бәрекелді. Мінекей жекпе-жекті өз пайдасына шешкен 8-ші нөмірлі Күмісбек Шыңғысхан алдарыңызда. Бәрекелді. Күмісбек, ыңғайлы келдің. Асықпа. Асықпай, аптықпай. Бәрекелді. Жеке дара келдік. Қошеметтеріңіз болсын ағайын. Бірінші таймның аяқталуына 20 секунд уақыт қалды. Диас аттың басын жібер, 20 секунд уақыт қалды. 13, 10, 9, гол мінеке. Салым ағайын. Бірінші таймның соңғы секундтарында кезекті салымға қол жеткізген Дәукей Көкпар клубының азаматтарына қошеметтеріңіз болсын. Бірінші тайм аяқталды. Уақыт. Шешуші бөлім, екінші бөлім. Ол шешуші бөлім дәл қазір 1 секундта басталады. Сондықтан қиқу салып, қошемет көрсетіп, жанкүйерлік танытыңыздар. Алғашқы секундтар жүрді. Төрешілердің ысқырығы берілді. Мінекей 1-ші нөмірлі Майлыкент Көкпар командасының ойыншысы Тоғай Нұрлыханның тақымында. Нұрлыхан мінекей қарсыластың қазандығына қарай шүйлігіп тұрған сәтін бәріміз көріп тұрмыз. Енді істер қарай жалғастыра алар мекен әлде? Дәукей Көкпар командасы қорғанысын көрсетен мекен? Әзірге ортада тамаша тартыс. Мінекей 1-ші нөмірлі Дәукей Көкпар клубының ойыншысы Құлғытанов Жанболаттың жармасып келе жатқанын бәріміз көріп тұрмыз. Ортада Диас пен Бағдәулет. Мінекей Бағдәулеттің Серкені ілесап тақымға басқан сәтін көрдік. Енді ойындар қарай жалғаймыз. Бағдәулет ойындар қарай жалғастыра алар мекен? Ойындар қарай жалғастыра алар мекен? Жекпе-жекте Тоғай Нұрлыхан мен Баймағамбетов Диас. Кімнің тәжірибесі, кімнің мүмкіндігі көп. Сол әрине Серкені тақымға баспақ. Дәл қазір ойынды өз пайдасына шеше білген азамат кім екен? Бәріміз көріп алайық. Бұл соңғы тайм, соңғы бөлім. Сондықтан мүмкіндігінше Түркістан облысынан атартылып келген балуандар барын салып, нарын салып ортада өнер көрсетуде. 1-ші нөмірлі ойыншымыз Тоғай Нұрлыхан қазандыққа қарай жүйткіп барды, дегенмен Дәукей Көкпар клубының қорғанысы өз қызметін атқара білді.
Ай, бәрекелді. Мінекей, бәріңіз көрдіңіздер. 8-ші нөмірлі Күміспек Шыңғысхан. Жекпе-жектің шеңберінен тақымдағы серкесімен атылып шықты. Енді істі аяғына дейін жеткізе ме? Оған қарсыластар мүмкіндік бере ме? Астындағы Көкшолақ барынша қарсыластың қазандығына ыңғайлап келе жатқан сияқты. Дегенмен ойын алаңның сыртына ағыстырылды. Алайда бас төрешінің ысқырығы аутқа байланысты емес, басқа дүние болса керек. Ойын әрі қарай жалғасуда. Қазір алаңда тартысып жатқан 7-ші нөмірлі Кемпірбай Бағдәулет және Бекасыл Сайлау. Бәрекелді. Серке Бекасылдың қолында, тақымына басқан да жоқ, оған әуре болған да жоқ. Енді бәрекелді, әдемі көріністі көрдік. Қазандыққа бағытталған серкені жол үстінен қағып алған 1-ші нөмірлі ойыншымыз Тоғай Нұрлыханды көрдік ағайын. Ай, жарайсың. Ойын өрнегі бәрімізге байқалып тұр. Тек талас емес, тек тартыс емес, бұл жерде әдемілікте жетеді ағайын. Бәрекелді. Жекпе-жектің шеңберінен тақымына серкені баса шыққан Баймағамбетов Диасты бәріміз көрдік, және ол өзінің командаласы Сайлау Бекасылға өз кезегін ұсынды. Ортада олар алмасып та үлгеріп жатыр. Алмасу, пас беру барлығы ортада көрініс табуда. Бұл ЖКЛ-дің әсем ойын өрнегі. Бәрекелді. Мінекей, қорғаныс қалай жұмыс істейді? Бәрекелді. Бекасыл өзінің тәжірибесін қалай көрсетеді? Мінекей, оп-оңай ғана. Шешуші ойынның аяқталуына 7 минут 30 секунд уақыт қалды. Бәрекелді. Бәрекелді. Мінекей, 8-ші нөмірлі Күміспек Шыңғысханның астындағы Көкшолақпен келіп, іліп, тақымға басып, оны қазандыққа лақтырған сәтін көрдік. Алайда дәл қазандықтың басында талас тартыс өтуде. Майлыкент Көкпар командасының дәл осы жерде ауызбіршілігі көп дүниеге әсер ететіні айқын. Сондықтан бір-бірімізге болсайық, көмектесейік. Бәрекелді. Күміспек Шыңғысхан таласты, тармасты, дегенмен де 3 адамға 1 адам төтеп беру өте қиын. Десе де қарсыластың қазандығының қасынан алыстамай жүрген Майлыкент Көкпар командасын атап өтсек артық етпейді. Алаңда тақымында серкесі, астында жүйрігі, аузында қамшысы кетіп бара жатқан Бекасыл Сайлаудың оңтайлы сәт қарап жүрген сәтін көрдік, және ол ісін аяқтай білді. Салымның, кезекті салымның иесі болды. Есеп 10-2. Әдемі көріністі, әдемі салымды сәттерді Түркістан облысынан келген Майлыкент Көкпар командасынан күтеміз. Бәрекелді. Мінекей, 7-ші нөмірлі Кемпірбай Бағдәулеттің тақымында серке. Қазандыққа қарай бағыт алды, дегенмен қорғаныс өз шаруасын, өз міндетін атқарып жатыр. Түркістан облысының ойыншыларының шеберлігін қараңыздар ағайын.
Ойын әрі қарай жалғасады. Жекпе-жекте 8-ші нөмірлі Күмісбек Шыңғысхан Майлыкент Көкпар командасынан және Дәукей Көкпар командасынан 4-ші нөмірлі Баймағамбетов Диас. Серкеден ат үстінде атырылып шыққан Қазандықтың қарсыластың Қазандығының қасынан табылып жатқан Күмісбек Шыңғысхан алдарыңызда. Салым. Бәрекелді, ойынның аяқталуына 3 минут уақыт қалды. Төрешінің ысқырығы берілді. Ойын жалғасуда. Бәрекелді, кезекпен палуандар алаңдағы бір серкеге таласып, тармасып жатқан еді. Сол топтың ішінен жарып шыққан 3-ші нөмірлі Дәукей Көкпар клубының ойыншысы Бегасыл сайлаудың тақымында. Енді Бегасыл істі аяқтай алар ма екен? Баршамыз қарайық, жанкүйер болайық. Бегасыл тағы да әдеттегідей Қазандықтың қасына келіп, асықпай, оңтайлы сәт іздеп, ыңғайына қарап, таласпай, тартыспай, талақтап шаба бермей, оңтайлы тағы да бір сәтке келді. Міне асықпай, тақымнан шығарып, салымын салды ағайын. Қошемет болсын. Финалымыз 3-ші орынға таласпен финалға таласымыз 2 таймнан тұрады. Сондықтан келесі финалға қатысатын мықтылар аттарына мініп дайын тұрсын. Осы айын аяқталысымен келесі ойынды жалғастырамыз. Алаңда Дәукей Көкпар клубының бір-біріне пас беріп, ойынның өрнегін көрсетіп жүргенін көріп тұрмыз. Тағы да сайлау Бегасыл, кезекті салым. Бәрекелді. Төрешінің ысқырығы берілді. 1-ші нөмірлі Майлыкент Көкпар командасының ойыншысы Тоғай Нұрмаханның шауып келіп білгенін көрдік. Енді Қазандыққа қарай бет бұрып, салымға әрекет жасап жатыр ағайын. Десе де салымды салдыра қояр ма екен? Бәрекелді, мінекей топ ішінен жеке дара келіп салым салған 1-ші нөмірлі Тоғай Нұрлыхан өзінің командасына тағы да бір ұпай қоржынына салып берді. Есеп 12-де 4. Ойынның аяқталуына санаулы сәттер қалды. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.